Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушысы, жазушысы, этнографы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ұлттық мектептерінің қалыптасуына, ағартушылығына үлкен ізін қалдырды. Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығының бірі Таза бұлақ шығармасы. Таза бұлақ шығармасында үш жолаушы бір таза бұлақтың астында бір-біріне кез болады. Сонда таза бұлақтың қасында бір қазандай таста үлкен әріптермен ойылып жатқан: «Ей жолаушы, болсаң осындай бұлақтай бол» дейді. Сонда екі жолаушы бұл ақылды сөзге қарап өз ойларын білдіреді. Ал үшінші жолаушы ойланып тұрады. Сонда екі жолаушы үшінші жолаушыға: «Сен неге үндемей тұрсың?» дейді. Сонда үшінші жолаушы: «Менің ойлағаным мүлде басқа. Бұл бұлақ қанша шөпке толса да, қанша лай болса да, үнемі адамдарға таза суын, яғни тазарып отырады» дейді. Сол кезде үшінші жолаушы: «Менің де айтатыным сол. Адамдар да дәл осы секілді болу керек. Яғни үнемі тазарып, бір-бірлерінің көлеңкесін көрмей, үнемі мейірімін беру керек» дейді. Бұл Таза бұлақ шығармасы тәрбиелік мәні зор, яғни адамның есі дәл осы бұлақтай секілді таза болу екенін үйретеді. Және де қаншама адамға жақсылық жасасақ та ешқашан міндет түсінуіміз керек емес деп үйретеді.